жұлдыздан хабар келді бір қыздан. Қарап қалар кез емес бұл SMS. Болсын мейлі ғарышта, есебі жоқ алыста, іздеп оны табамын, ән саламын. Жаным, жаным, алыстағы арманым, арманым. Әнім, әнім, өзіңе арнадым. Тренинг негізінен жақсы өтіп жатыр, қарқынды. Қатысқан студенттер жалпы сондай білімді алдық. Nokia'ның тарихын білдік, ойындар. Марка арқылы сенімділіктің бар екендігін ескеріп қоймыз. Болсын, тренинг қалай өтіп жатыр? Қандай әсердесіңдер? Несімен күшті? Мына жақта кісілер мәншік пікір білдіремін дейді. Санатта қайсы саған көбірек ұнады? Әрине Н сериясы. Н сериясы, иә. Бақыт көрсең, не айтар едің? Бәрі жақсы өтіп жатыр. Несімен қызық, несімен жақсы? Бүкіл кішкене жоқ көрсіңдер ғой? Мына ерден білдің тренер? Так, мына қыздар бар іште жасынып отқан қыздар байық. Айзат деген кетеш. Айзат, тренинг қалай өтіп жатыр? Тамаша. Несімен тамаша? Әртүрлі жаңа Nokia'ның тарихын, Nokia'ның функцияларын, платформаларын өтіп жатырғанмен маған жақсы. Рахмет. Мына жақта бізде жақын дүскетте тұрып жатыр, сабалдық. Жәнек мына, сәлем, қалай жағдай? Біз қайда отырмыз, не болып жатыр? Біз бәрі Nokia'ның тренингінде отырық, өте жақсы болып жатыр. Біз Nokia'ның тек телефон сөйлесу құралы ретінде емес, басқа функциялармен танысу мүмкіндігіне ие болған. Өте аға сізге сұрақ. Аида, қандай жаңа нәрсе білді алдың осы жолы? Мен өзім көп жаңалық аштым. Nokia деген тек қана Nokia деген атын ғана, маркасын ғана білетін, бүгін тереңдей білдім. Өте тамаша ұйымдастырылған тренинг болса. Мен Nokia телефон сатып аламын. Сен де қандай телефон жөнбек? Мен де қазір Нұры сен айта аласыз. Білмеймін, жоқ, ұнады ма, ұнаған жоқ? Кеш емес қай? Кешкеде не Лескені сатың ғой, Лескені қамай жасауыз болсын. Мынау Лескен деген бастыр. бәрі әдемі, çok güzel. Çok güzel mi? Tamam. Бізге әртүрлі тәсілдермен тренинг өткізіп жатыр. Сол жағы ұнап жатыр бізге. Одан кейін Nokia'ның тарихы, оның өткені мен бүгінгісі біз үшін керек құнды дүние сияқты. бар. Ең соң қорытынды апта болғандықтан, қорытынды апта негізінен емтиханнан бізден бас ауыртумен өткізетін болатын болсақ, осы фото журналистика сабағы бойынша бұл көңілді, сондай қуанышты кешпен кеш ретінде аяқтады мен үшін. Бұл кездесу ғана емес, тек қана бізге үлкен қорытынды сабақ болды. Nokia'ның қандай модемдері бар, сосын қайсын келешекте қалталы болып жатсақ, Құдай қаласа, қандай модемді қалтаға мүмкіншілігіміз. Қалталы болсақ, қалта телефонға ие боламыз. Просто орташа.